Талантты торай. Оқыған Сая Тоқманғалиева. Ертеде бір кішкентай торай өмір сүрген екен. Ол көңілді төледі. Оның ең жақын достары Тышқан, Қошақан және Балапан болатын. Олар бірге ойнағанды өте жақсы көрді. Олардың әрбіреуі өзінің ерекше өнерімен көзге түсетін. Балапан ән шырқаса, достар оған тамсанып билейтін. Қошақан әртүрлі қызықты ертегілер ойлап тауып, бәрі сахнада әртүрлі рөлдерді ойнады. Қошақан оларға сөздерін жаңылмай айтуға көмектесіп тұратын. Тышқан кез келген адамды шегі қатқанша күлдіре алатын еді. Ал торайға достары «Сенің қолың алтын» дейтін. Онысы шын. Өйткені торай кез келген дүниені жасай алады. Мысалы, ол саздан құмыра жасап шығара алатын. Құрғақ гүлдерден кеппе шөп және тағы басқа көптеген әдемі және ерекше нәрселерді жинай алатын. Достар әр күнін бірге өткізіп, күн сайын жаңа нәрселер ойлап табатын еді. Күн қатты ысып тұрған күні, қызықты ойындардан кейін достар бір ағаштың саясына демалуға тоқтады. «Бұлт, кемеге ұқсайды екен», деді Балапан аспанға қарап. Бәрі аспанға қарап, ақ кемеге ұқсайтын бұлт іздей бастады. «Иә, көріп тұрмын, шынымен ұқсайды екен», деді Қошақан. «Ал мынау жапырақ гитараға ұқсайды екен», деді Тышқан ағашты көрсетіп. «Расында да ұқсайды», деп келісті достар. «Ағаш осындай пішінді жапырақты қалай өсірген?» деп бәрі ойға батты. Торай болса, жерде жатқан бір таяқты көтеріп, «Ал мынау таяқ болса?» Бірақ қолындағы таяққа қарап тұрып, оны ешқандай затқа ұқсата алмады. «Бұл таяққа көмектессең, ол кез келген затқа айналады», деді Қошақан. Балапан ақырын әндете бастады. Оған Қошақан мен Тышқан қосыла жөнелді. Ал торай болса, ағашты айналып, бірдеңе іздеп, қайта отырып таяғын таспен үшкірлей бастады. Бір кезде торай «Тышқан, ұста!» деп досына қолындағысын ұсынды. «Сиқырлы таяқ! Қараңдар, торай маған сиқырлы таяқ істеп берді. Ертегідегі сияқты!» деп Тышқан таяқты әрі-бері сермеп, аң-таң болды. Торай істеген таяққа достар қызыға қарап, торайдың өнеріне тағы да тәнті болды. Барлығы торайдың шеберлігіне таңырқап қарап тұрғанда, оларға басқа балалар тобы келді. Бұл Шөншік, Маймыл және Құлыншақ еді. «Сәлем! Не, тағы да өз өлеңдеріңді айтып тұрсыңдар ма?» деп мысқылдады Шөншік. «Сәлем! Иә, келіңдер бірге әндетейік», деді торай достық шыраймен. «Бізде ән айтатын уақыт жоқ. Құлыншақ, жүгіруге дайындал», деді Шөншік. «Жақын арада жүгіру марафоны болатыны есіңде ғой, иә торай? Сен жеңіліп, мәреге ең соңғы болып келетініне сенімдімін», деді Құлыншақ. «Сен өз отбасың мен достарыңның сенімін ақтамайсың», деп Маймыл да жарыса сөйледі. Және достарымен бірге жамырай күліп, торайдың жауабын күтпей кетіп қалды. «Оларды тыңдама», деп жұбата сөйледі Балапан. «Олардікі рас, мен мәреге ең соңғы болып келем», деп күрсінді торай. «Ештең етпейді, біз сені жылдам жүгіргенің үшін жақсы көрмейміз ғой», деп жұбатуға тырысты Қошақан. Достары торайдың көңіл күйінің түскенін көріп, бірге мұңайып кетті. Үйге қайтар жолда бәрі үнсіз келді. Торай жабырқап, бәрінің соңынан гүл жинап келді. Үйге келген соң, анасына әдемі гүл шоқтарын ұсынып, «Анашым, егер мен жүгіру марафонында мәреге ең соңғы болып келсем, сенің көңіліңді түсірем бе?» деп сұрады. «Жүгіру марафонына қатысқың келе ме?» деп жұмсақ сұрады анасы. Торай басын шайқады.
Бірақ мен жеңіліп қалсам, құлыншақ достарымен бірігіп, мені ұзақ уақыт мазақтайды. Деді сосын. Әркім өзінің көңіліне жақын іспен айналысуға ерікті. Құлыншақ жылдам жүгіреді, оған ол ұнайды, және онысы жақсы. Ал сенің қолыңнан келмейтіні жоқ. Мысалы, міне, әдемі гүл шоқтарын жинай аласың. Қандай әдемі. Айтпақшы, көп рахмет, деді анасы, Торай берген гүлдерді құшақтап тұрып. Сен жүгіргенде құлыншақты қуып жете алмайсың. Ал құлыншақ сен сияқты жемістерден себет жинай алмайды. Әркім өзінше дарынды. Басқа бір нәрсе қолыңнан келмегеніне көңіл түсірудің қажеті жоқ. Бірақ сен дағдыларыңды жетілдіріп, айналаға қуаныш сыйлай аласың. Анасының сөзінен соң Торайдың көңілі орнына түсті. Таң ата Торай достарына өзінің жаңа ойларын айтты. Олар оны қолдай кетті. Келесі күндері достар ағаш көлеңкесінде отырып, бір нәрсе құрастыра берді. Ал құлыншақ өзінің тобымен алдағы жарысқа дайындалып жандарынан үлкен жылдамдықпен жүгіріп өте берді. Жарыс күні келді. Барлық тұрғындар жарыс көруге жиналды. Сөреге барлық марафон қатысушылары тұрды. Құлыншақ жеңіске бапталған барлық қарсыластарына қарап ішінен Торайды таба алмады. Жарыс басталуын жариялағанда бәрі бар екпінмен алға ұмтылды. Жанкүйерлер шулап, қатысушыларға қошеметін білдірді. Ең бірінші болып мәреге құлыншақ келді. Ол өзінің жеңісіне қатты қуанды. Барлығы құттықтады. Жеңімпазға сыйлығын беру үшін оны сахнаға шақырды. Құлыншақ, жүгіріс марафондағы лайықты жеңісіңмен құттықтаймыз, деп қатты жариялады ұлу. Қатарластар арасында ең жылдам және ең епті болғаның үшін мына кубок сенікі. Сонымен қатар бұл кубокты Торай және оның достары бірге жасағанын ескергім келеді, деп ұлу құлыншаққа кубокты тапсырды. Құлыншақ ең алдымен сахна жанында күлімсіреп тұрған Торайға түсінбей қарады. Кейін барып, қолындағы кубокқа мән берді. Бұл кубок сондай әдемі, ерекше шеберлікпен жасалғаны сонша, қолыңнан түсіргің келмейді. Құлыншақ кубоктағы өз дарыныңды бағала деген жазуды оқып күлімсіреді. Келесі күні Торай достарымен тоғанда қатты күліп, су шашысып ойнап жүргенде, оған құлыншақ өзінің тобымен келді. Мазақтағаным үшін кешір, деді ұялғаннан құлыншақ. Менің рахмет айтқым келді, Торай, деп жалғастырды. Кубок өте әдемі, мен оны өзімнің сөреме қойдым, және өзіңнің дарыныңды бағала деген жазуды оқыған сайын, өзімнің ең жылдам екенімді ғана емес, сенің нағыз шебер екеніңді де еске алам. Барлығы жақсы. Бір-бірімізді сыйлап, бірге ойнайық, деді Торай. Сол арада маймыл іске кірісіп, шөнжікке, Торайға және сол жерде тұрған бәріне су шаша бастады. Барлығы қатты күліп, ойнап кетті.